Және мынандай сұрақ бірінші барлық танысыға. Енді бір-бірімізді танысып өтейік. Әр шеттен, әр Атырау облысының әр шетінен қосылып жатыр деп естідім. Сондықтан микрофондарыңыз қосып, өзіңізді таныстырып өтсеңіз, сіздің жасыңыз нешеде, туып өскен жеріңіз, толық атауы болса, мысалы ауыл, аудан атауы, қай жерде мектепті қай жерде бітірдіңіз, қай мектепті бітірдіңіз, айтып өтсеңіз, және қазіргі кезде қай жерде жұмыс жасайсыз, немесе қай жерде оқисыз, және ата-анаңыз кім, осы сұрақтарға танысып жауап берсеңіз, микрофон қосып айтуға да болады, және чатқа да жазып кетуге де болады, егер техникалық интернет нашар болып жатса, видеоны қосуға да болады, немесе жалпы болмайды. Өзіңіз білесіз, енді техникалық неге байланысты. Ондай ешқандай талап қойылмайды. Сондықтан біз бастайық, онда кім өзіңді таныстырудан бастаймыз. Өздеріңізді танысып өтсеңіздер. Ең бірінші мен өзімді таныстырып өтейін. Өзімді таныстырған жоқпын. Сондықтан есімім Айдар Хамит, Астана қаласынан, Нұр-Сұлтан қаласынан. Қазіргі кезде әлеуметтану мамандығының Евразия ұлттық университетінің докторантымын. Осы жастар саласында да қызмет жасаймын. Осы зерттеп жүрген тақырыбым жаңа контекстіндегі Қазақстан жастарының әлеуметтік тілдік ұстанымдары деген тақырып. Сол үшін мен арнайы ғылыми зерттеу әдісі фокус топ пайдаланып сіздермен сұхбат, дискуссия өткізіп келе жатырмын. Жалпы бүгінгі осы кездесу мақсаты түсінікті деп ойлаймын. Бұл тек қана ғылыми мақсатта ғана пайдаланады. Сондықтан біз сіздермен де танысып өтейік. Әрқайсыңыздың өзіңізді де таныстырып өтсеңіз, осы сұрақтарға жауап беріп, кім бастайды? Достар, жастар, әріптестер. Қайран, сіз мүмкін сізден бастайды, өйткені мүмкін басқа әріптестер қосылып. Қайырлы күн, құрметті бүгінгі жиынға қатысушылар. Менің есімім Сейдалиев Қайыржан Бауыржанұлы. Атырау облысы Құрманғазы ауданының тумасымын. Осы жақта қазіргі таңда 5 жылдай 6 жылға жақын жуық уақыт өтті. Жастар саясатында жұмыс жасаймын, жастар ресурстық орталығында. Осы жерде жергілікті. Басқа тағы Айдар не айту керек? Сіздің жасыңыз, сосын ата-анаңыз кім болып жұмыс жасайды? Менің жасым 23-те. Қарапайым отбасынан шықтым. Тек қана мамам бар. Ол кісі кассир болып жұмыс жасайды. Жақсы, рахмет. Қайран. Басқа әріптестерді өздеріңді таныстырып өтсеңіздер, немесе чатқа өзіңіз осы сұрақтарға жауап берсеңіздер. Диас Бердешев, бізде бар Ақмоншақ, Сержан, Венера, Динара, Айкүріш, Абдулаев Азамат. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Менің есімім Динара. Мен Құлсары қаласынданмын. Жасым 27-те. Мұғалім болып жұмыс жасаймын. Мұғалім болып қызмет атқарамын. Мектепті қай жерде бітірдіңіз? Қай жерден? Яғни мектепті қай жерден бітірдіңіз, және біліміңіз қандай? Біліміңіз жоғары ғой, мектепте жұмыс жасайсыз? Мен Жаңа Қаратонның қызымын жалпы. Қарғамыс деген жерден келгенмін. Жилой ауданы? Қаратонда 22-ші мектепті бітірдім. Білімім жоғары. Ақтөбе қаласынан оқыдым. Жақсы, ата-анаңыз кім болып жұмыс жасайды? Мен ата-анам
әкем 10 жыл бұрын қайтыс болды. Атам, мамам 70-ке келді. Ол пенсионер қазір. Зейнеткер, иә, жақсы. Рахмет, Динара, қуаныштымыз. Тағы да келесі әріптестер кім жалғастырады? Азамат Абдуллаев. Экран көріңізді. Қалыңыз. Ассалаумағалейкум, құрметті бүгінгі қатысушылар. Айдар, Алтынгүл, тағы да басқа мына жерде отырған барлық қатысушылар. Енді сұрақ дұрыс көрінбей тұр, менде бір экран қозғап жіберейін. Оқып жіберейін, жасыңыз нешеде, туып өскен жеріңіз, ауылыңыз толық атауы, мектепті қай жерде бітірдіңіз, біліміңіз қандай, қазір қайда жұмыс жасайсыз, оқисыз, ата-анаңыз кім болып жұмыс істейді? Қазір мен жасым 27-те, есімім Азамат Абайұлы, жасым 27-те, туып өскен жеріңіз қала ауыл дейді. Өзім негізін туып өскен жерім Россия Федерациясы, яғни Астрахан облысы, Краснояр ауданы туып өстім. Содан 2007 жылы осы немен Қазақстанға, осы Құрманғазы ауданына қоныс аудардым. Мектепті қай жерде бітірдіңіз? Енді мен өзім орысша оқығасын бастап, сол Россиядан 7-ші класста оқыдым, қалған 7-тен бастап өмірді осы Құрманғазы аудандағы жалғыз орыс мектеп бар, Михаил Васильевич Ломоносов атындағы, сонда бітірдім. Содан бітіргеннен кейін барып жоғары оқу орнына түстім, Халел Досмұхамедке. Содан 2016-та бітіріп, педагог маман, яғни география пәнінің мұғалімі ретінде бітіріп, содан 2016-тан бастап күні кешеге дейін осы Құрманғазы ауданына, қазіргі кезде мен өзім осы ауылда тұрамын, Орыл ауылында, сонда мұғалім қызмет атқарып келе жатырмын. Ата-анаңыз кім болып жұмыс жасайды дегенде, енді ата-анам, әкем Атырауда жұмыс жасайды, анамыз үйде немере бағады дегендей, мал шаруашылығымен айналысады дегендей үйдеміз. Азамат, сіз жаңа айттыңыз, Халел Досмұхамедов атындағы университетте оқыдыңыз, сол жерде қай тілде оқыдыңыз? Мен қазақша оқыдым. Университетте қазақша, да? Университетте қазақша оқыдым, себебі орыс тобында кісі толмағасын, ол несі аздау болды. Сосын Ресей Федерацияда Красноярск деген аудан ба, или ауыл ма? Район, біздің Құрманғазы ауданы сияқты район ғой. Ауылдың аты? Аудан. Ауылдың атауы қандай? Краснояр район, аудан, Красноярский аудан. Рахмет, қуаныштымыз, Азамат. Жақсы, келесі кім өзін туралы таныстырады? Венера деген қыз бар, Ақмоншақ, Сержан, Айкүріш, Ақберен, Айғаным, Кәмшат әлі сөйлемеді. Өздеріңізде айтып өтсеңіз, және немесе чатқа жазып өтуге де болады, осы сұрақтарға жауап беріп. Сәлеметсіздер ме, бүгінгі жиынға қатысушылар? Менің есімім Сәбитжанова Венера Нұрбековна. Менің жасым 17-де. Мен Атырау қаласы Қызылқоға ауданы Миялы селосында оқыдым, Халел Досмұхамедов атындағы мектепте. 2020 жылы бітірдім. Қазіргі таңда Ақтөбе қаласы Бәйш университетінде дизайн мамандығы бойынша білім алып жатырмын. Ата-анама келетін болсақ, әкем Атырауда жұмыс істейді, анам Қызылқоға аудандық ауруханасында медбике қызметінде жұмыс атқарады. Венера, сіз мектеп және университетте қазақ тілінде оқып жүрсіз ба қазір? Иә, қазақ тілінде білім алдым. Жақсы, рахмет. Так, келесі кім тағы да? Ақмоншақ, Сержан, Айкүріш, Ақберен, Айғаным, Кәмшат қалды. Кішкене белсендірек болайық. Сіздер осы жердесіздер ма?
бір-бірімізді уақытымызды алмай тез жауап берсек, иә, өйткені бізде әлі уақыт сұрақтарымыз бар. Сол сұраққа да жауап беріп өтуіміз керек болады. Немесе чатқа да жазуыңызға болады осы сұрақтарға жауап. Егер техникалық мақалалықтар болса, немесе ұялып жатсаңыздар, яғни жасыңыз нешеде, туып өскен жеріңіз, қала, ауыл, толық атаулы, мектепті қай жерде бітірдіңіз және қай тілде бітірдіңіз, жалпы қай тілде білім алдыңыз, қазіргі кезде қай жерде жұмыс жасайсыз, немесе қай жерде оқисыз, ата-анаңыз кім болып жұмыс істейді деген сұрақтар. Так, кім жауап береді? Жауап бермегендер, өзін таныстырмаған әріптестер, достар. Ақмоншақ, Сержан, Камшат, Айғаным, Айкүріш, Ақберен. Ақберен деген қандай әдемі ат? Мүмкін сізде қосатыныңыз бар ма? Так, жақсы, онда егер жауап бермей жатсаңыздар, онда біз келесі сұраққа жауап етейік. Келесі сұраққа өтейік. Осы сұраққа чат арқылы да жазып кетуіңізге болады. Чатта жазсаңыздар. Ақберен микрофон істемейді. Иә, егер микрофон істемей жатса, онда чатқа жазып берсеңіз өте жақсы болар еді. Өзіңізді таныстырып, осы сұраққа жауап берді. Так, қалған әріптестер чатқа да жазып, немесе нетуге де болады. Иә, қалған әріптестер әлі де белсенділік танытпай жатыр, сондықтан біз бұл сұраққа барлық қатысушылар өзіңізді таныстыру кету керек еді. Сондықтан біз мүмкіндігінше барлық бүгін қатысушыларды танысақ деген ойдамыз. Қанеки, так, так, мына жерде тілекші бар, Динара, Сержан, Ақмоншақ, Ақберен, нағыз болмаса чатқа жазыңыздар. Алтынгүл, сіз өзіңізді таныстырып өтсеңіз, сізді бәрі танып, бірақ мен өзімді таныстырып осы сұрақтарға жауап берейік. Мен 32-де туып өскен жерім Атырау облысы Жылой ауданы, Тұрғызба селосында туып өстім. Мектепті осы Тұрғызба ауылында нөмір 4-ші Мұхтар Әуезов атындағы жалпы орта білім беретін мектепті 11-ші сынып бітірдім. Содан соң Атырауда Қатира Дүтбаева атындағы колледжді қызылмен аяқтадым, грантта оқыдым. Колледж бітіріп, жұмыс жасап жүріп, Уразкіде оқып, осы 2020-да аяқтадым, бірақ та себебі ортасында бизнеске кетіп қалдым. Қазіргі білімім жоғары. Бұрын 7 жыл мұғалім болдым, бірақ та қазіргі таңда бизнес саласында, әлеуметтік кәсіпкерлік саласындамын. Яғни бір жағынан тренермін, бір жағынан жобалар жүргіземін, бір жағынан волонтермын. Былай айтқанда, бір сөзбен айтқанда, фрилансер деп айтуға болады. Так, атанам, менің әкем 2001 жылы қайтыс болды, мен 7-ші сынып оқып отырғанымда. Ал мамам қазір үйде жұмыстан шығарылып, мектепте жұмыс жасады, техничка болып бірталай жыл. Соны әйтеуір, деп осы жылы жұмыстан шығарылдық, маман үйде отыр деп. Жұмыс жасамайды қазіргі таңда. Бірақ пенсия жасына жеткен жоқ, мамам 65-ші жылғы. Болды, өзім бір қызым бар, өзімнің ата-анаммен бірге тұрам. Сол, басқа қосатын ештеңесі жоқ. Осы мен туралы бар ақпарат. Жоғары білімді қай жерден алдыңыз және қай? Білімім жоғары. Уразкіде батыс бір нәрсе институтында бітірдім әйтеуір. Сырттай оқыдым, оны жоғары оқу
орнын. О да ағылшын тілі пән мұғалімі. Екеуі орта білімде, жоғары білімде, екеуі де ағылшын. Бірақ та мен өзім мектеп кезінде азғантай сабақ беріп жүргенде көп жағдайда организатор болдым, ұйымдастыру жұмыстарына араластым. Ал қазір мен ағылшын тілі арқылы жұмыс жасап жатқан жоқпын, бірақ та мамандық бойынша. Мен бизнес саласында жұмыс жасап жатырмын. Жақсы, рахмет. Біз Ақбереннің жазғанын оқып өтейін. Ақберен 18 жаста деп жазды. Бұйырса 26 сәуірде 9-ға келемін. Жақсы, Ақберен, сіз өзіңіздің туып өскен жеріңізді де жазып өтсеңіз, және қай мектепте оқып жатсыз, немесе бітірдіңіз, қай тілде білім алып жатсыз, және ата-анаңыз туралы жазып өтсеңіз жақсы болар еді. Қалған әріптестер де өзіңізді таныстыруға тағы да шақырамын. Егер мүмкіндігіңіз болса, микрофон қосып айтуға да болады, немесе чатқа жазуға болады. Ондай әріптестер ондай болмаса, өзіңізді таныстырамын дейді. Онда келесі сұраққа өтейік. Біз уақытымыз өтіп жатыр. Келесі сұрақ, сіз қай тілде сөйлейсіз? Қай тілде пайдаланасыз? Отбасында қай тілде сөйлейсіз? Туыстармен, достармен, құрдастармен, бірге оқитын курстар, сыныптастармен, әріптестермен, және басқа жақын күнделікті араласатын адамдармен қай тілде сөйлейсіз? Қоғамдық жерде, әсіресе ол қалаларда, қоғамдық жерде, көшеде, автобуста қай тілде сөйлейсіз? Осы туралы жауап айтып берсеңіздер, кім жауап бере алады? Бұл барлықтарыңыздан сұрақ. Біздерде отбасымен де қазақ тілінде, достарымызбен де қазақ тілімен сөйлейміз. Сыныптастар, әріптестер, күнделікті қоғамда, көшеде, автобуста барлығында біздер қазақ тілінде сөйлейміз. Тек Атырау қаласына барғанда, ол жақта да көбіне қазақша сөйлейміз. Бірақ та бір-екі досым бар менің орыс ұлтынан, солармен араласқанда ғана орыс тілінде сөйлеймін. Бірақ та орыс тілім керемет жетікті емес менің. Яғни акцентпен, қатемен сөйлеймін, бірақ та олар енді ауызекі тіл болғандықтан мені түсініп жатады. Бірақ та көбіне біздер барлық жағдайда қазақ тілінде сөйлейміз. Рахмет. Тағы да кім жауап береді? Қандай мүмкін басқаша өзге пікірлер болса, жауап беруге болады. Яғни сіз қай тілде сөйлейсіз? Яғни Атырау облысы, мен білуімше, бұл 100% қазақ тілінде сөйлейтін аймақ. Сондықтан мүмкін өзге тілде, басқа тілдерде сөйлейтін болса, онда сол туралы айтып өтуге болады. Егер барлықтарыңыз келіссеңіздер, онда біз келесі сұраққа өтейік. Мен қазақ тілінде сөйлеймін. Қазақ ортада біздің қаладағы достарыммен орыс тілінде қарым-қатынас жүргіземін. Орысша оқыған туысқандармен. Яғни орысша оқыған туысқандармен қай тілде Бізде сөйлейсіз? Құлсарыда Жаңа орысша оқыған туысқандармен қай тілде сөйлейсіз? Олардың қазақша кішкене жеткіліксіз, сондықтан орысша сөйлейді. Мен соған сай сөйлеймін. Түсінікті, рахмет. Жалғастыра беріңіз, Динара. Бізде Құлсарыда негізінде барлығы қазақ тілінде сөйлейді. Сосын бізде бір көбінесе мен өзімнің қасымда жүрген достарым, бірге жүрген құрбыларым, мысалы магазинде, неде, дүкендерде орысша сөйлеп отыратын адамдар болады ғой. Солармен қазақша сөйлесін деп, аналармен қазақша сөйлесіп отырады. Кәдімгі қазақ тілі деген, қазақ тілінде сөйлеу керек. Біз қазақпыз деген бізде Құлсарыда шынымен де қалыптасқан сияқты. Вот мен Ақтөбеде оқыдым ғой бұрын. Сонда Ақтөбеде орысша сөйлесетін болды. Потому что енді амал жоқтан сөйлесін да, ол жақта барлығы орысша сөйлейді ғой, почти. Қазақтарда да, орыстарда да орысша сөйлейді Ақтөбеде. Түсінікті. Түсінікті, рахмет. Тағы да басқа жауаптар болады ма? Кім қалай тағы да жауап береді?
Мен жауап беріп кетейін. Отбасыңызда қандай тілде сөйлейсіз? Мен кішкене әженің бауырында өстім. Біздің отбасымызда тек қана қазақ тілінде сөз сөйлейді. Ешқандай орысша сөз қолданылмайды. Туыстарымыздың арасында бәрі қазақ, бәрі қазақша. Туысқандар, достармен тоже олармен де бәрімен қазақша сөйлесеміз. Ешқандай әріптестермен де бәрімен де күнделікті араласатын адамдардың өздері де бір шамалы бір 10% орысша болса, 90% қазақша сөйлейді. Қоғамдық жерлерде, көшелерде, автобустарда бәрінде бізде қазақша. Мынандай оқиға болды. Біздер енді Астрахан облысына, шекарасына жақын жердеміз ғой. Мен өткен кезде соның өзінде мен қазақша сөйлеймін даже. Айқай, мен айттым, қасында давай перевод жаза, сен маған дейтін, мен қазақша сөйлеймін осы жерден. Сен қазақша перевод жазып бер. Астрахан қаласының өзінде, иә? Аудандардан. Астрахан қаласының өзінде мен қазақша сөйлей беремін, қасындағылар перевод жазайды, балдар. Сондай нацистік жаман қасиет бар, ұлтшылдық. Одан бөлек осыдан 2019 жылы естілмей қалды. Мынандай оқиға естілмей жатырсыз, Қайыржан. Магазинге кірдім. Сол магазинге кірсем, олар орысша сөйлесіп тұр, дүкеншілер. Сосын қазақша зат сұрадым, мән бермейді, қазақша тағы сұрадым, мән бермейді, қазақша тағы сұрадым. Содан барып орысша айт деп, жоқ, мен қазақша айтамын, мемлекеттік тіл қазақ тілі, және бүгін тәуелсіздік күні, кәдімгі айқай болды, сол жерде кішкене сондай шу болған кішкене. Енді сонда ол орыстар қазақша біледі екен. Бір қызығы. Бірақ нацист қой олар дейтін, кішкене ұлтшыл сөйлемейді де олар көбіне. Қайран, бұл қай жерде болды? Қай жерде болды? Ол Атырау қаласында өзінде. Атырау қаласында. Жақсы, рахмет. Тағы кім қосатыны бар осы? Сіз қай тілде? Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Есімім Гаухар болады, Жылой ауданы, Құлсары қаласынан. Жаңа мына Құлсары қаласынан бір жерлес қыз Айгерім сөйлеген сияқты, бізде Құлсарда барлық қазақ тілінде сөйлейді тек қана деп. Менің енді отбасымда, мына жерде сұрақ, отбасында қай тілде сөйлейсіз? Отбасымда екі тілде де сөйлейміз. Орысша да, қазақша да. Бұл жерде тұрған ондай ешқандай жамандық жоқ деп ойлаймын. Тілге байланысты. Сосын жаңағы бастаған тақырыбым, жаңа жерлесім айтты ғой, Айгерім. Бізде Құлсарыда көбісі қазақша сөйлейді, қазақи халық. Жоқ, олай емес. Құлсарыда қазақ тілінен қоса орыс тілінде бірге сөйлейді. Орыс класстары көп бізде, өзге ұлт өкілдері де көп бізде. Мысалы, Атырау облысы бойынша Жылой ауданында өзге ұлт өкілдері басым болып келеді. Бұл жердегі енді сіздің жаңағы неңіз ғой да, анализ жасауыңыз ғой. Қай регионда қаншалықты енді Құлсарыда осыдан бір 10-15 жыл бұрын орысша сөйлейтіндер аз болған болар. Бірақ алайда уақыттың қарқынымен жаңағы көбісі шетелге оқуға кетеді, өзге қалаларға, үлкен қалаларға оқуға кетіп жатыр, студенттер, жас балдар. Сол себептен бізде қазіргі уақытта орысша сөйлеушілер саны көп. Енді жаңағы мына жігіт те айтып кетті, орыстар, нацисттар, олар принципке барады деп. Олай айтуға да болмайды, себебі бұл жерде бұл кісінің өзі ұлтаралық қақтығысқа әкеліп соқтырып отыр, тек қазақша сөйлеймін, мен қазақпын деп. Ол кісі түсінбеуі де мүмкін, бұл жерде қазақшаны оған қыстай да алмаймыз былай қарағанда, себебі ұлты бөлек қой оның. Енді қазақша түсінеді, бірақ бұл жерде біз қазақпыз, тек қана қазақша сөйлеу керек деген емес. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дегенде сөз бар. Сол себепті қазіргі дамыған заманға сәйкес біз орыс тілінде, ағылшын тілінде, француз тілінде, керек болса Қытай тілінде, қазақ тілімен бірге алып жүру керекпіз. Бірақ мемлекеттік тілі қазақ тілі ғой. Мемлекеттік тіл қазақ тілі, ол ана тіліміз. Ол ана тіліміз, ол бізге міндетті білу. Гаухар, мына мәселе, жалпы мысал келтірейін саған дейтін. Мына украинецтер күні кеше жақсы заң қабылдап, бізге қарағанда әлде қайда
жоғары мемлекет деп бағалаймын ол мемлекетті. Неге Өздерінің өз қызмет мемлекетіңіз көрсету жоғары тілін Ресей бағаламайсыз? жоқ. Мына мәселеде ол жоғары. Ресей мемлекеті оларды осы күнге дейін қызметтік тілде қолданып келеді. Сен дүкенге барсаң да, сен ол қызмет мемлекеттік мекемеге барсаң да орыс тілін қолдана беретін едің осы күнге дейін Украинада. Қазіргі жаңа заңдар бойынша олардың мемлекеттік тіл барлық қызмет түрінде көрсетілетін болып есептелінеді. Ол қандай ұлт бол, сен орыс бол, сен қазақ бол, сен ол жерде украинец бол, тек қана украинец тілінде ғана сен жауап беруің керек қызмет еткен кезде. Сосын екінші мәселе, мынаған назар аудар сен көбіне. Шешенстер, Рамзан Кадыровтың мемлекеті, керемет ұлт, керемет олардың қызуқанды мемлекет, олар ар намыстары жоғары мемлекет екенін барлығы біледі. Бірақ олардың бір натты автономия Ресей мемлекетінің. Бірақ Ресей мемлекетінің тілінде ғана сөйлейді. Сіз қараңыз, Рамзан Кадыровтың қай сөзінде өзінің ұлттық тілінде сөйлегендігін. Ресей мемлекетінің тілінде сөйлеп тұрды. Екінші, біздегі мына Алматы облысында орналасқан Доңғандар. Сіз Баракөлкеге барған болатын болсаңыз, көресіз, Доңғандар мысалға сіздің тіліңізді пысқырып қарамайды. 30 жыл тәуелсіз мемлекет болған елдің ішінде ондай жағдай орын алуы өте қиын. Доңғандар мысалы Қытай тілінде сөйлейді, өздерінің жеке мемлекеттік тілдерінде, өздерінің тілдерінде сөйлейді. Ал сенен қызмет ұсынған кезінде саған орысша жауап береді. Бұл негізінде дұрыс нәрсе емес. Жалпы тәуелсіз мемлекет болғасын біздің конституциямызда жазылған. Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі бұл әрине қазақ тілі. Демек, барлық жерде қазақ тілінде қызмет сұрасаң, саған көрсетуге міндетті деген сөз. Қайыржан, түсінікті, рахмет, пікіріңізге рахмет. Гаухар, сіздің де пікіріңізге рахмет. Бұл да біз бүгінгі дискуссияны туғызудың бір амалы, сондықтан өте маңызды осындай. Егер де басқа осы сұраққа қатысты басқа жауаптар болса, отбасыңызда қай тілде сөйлейсіз? Сұрақ негізі сіз өзіңіз қай тілде сөйлейсіз басталды, иә? Мүмкін жаңа қосылып жатқан достар, қатысушылар болса, осы сұраққа жауап беруіңізге болады. Отбасыңызда қай тілде сөйлейсіз, туыстармен қай тілде сөйлейсіз, достармен, құрбы құрдастармен, және қоғамдық жерде қай тілде сөйлейсіз? Осы сұраққа жауап аудиомен немесе чатқа да жазуға болады. Мен тағы да қайталап өтейін. Жалпы бар ма тағы айтатындар? Егер болмаса, біз әрі қарай кеттік. Достар, егер де жауап жазу сөйлеуге ұялып отырсаңыздар, астында чатқа жаза салыңыздар, қай тілде сөйлейсіздер, немесе аудио қосып айта салыңыздар. Бұл жерде барлығы өздеріңіз сияқты жастар, қай тілде сөйлейтіндеріңізді айтсаңыздар. Өзіңіздің пікіріңізді ашып, тілде айтуға пікіріңізді болады. Бұл жерде кім дұрыс, біреу дұрыс емес деп ешкімді айыптамайды. Сондықтан бұл еркін түрде пікір алмасу. Сондықтан түсініп тұрмын, эмоциялық тұрғыда бәрімізде едет, бірақ та бұл дискуссия болу керек, яғни пікір талас, пікір алмасу. Сондықтан артық кетпейміз деп ойлаймыз. Әрі қарай кеттік онда. Келесі сұрақ, сіз тұратын елді мекенде адамдар қай тілде сөйлейді? Енді бұл сұраққа көбі жауап берген сияқты, бірақ та егер де осыған тағы да жауап беретіндер болса, яғни кейбір адамдар мысалы Атырау қаласында тұрады, бірақ туып өскен жері мысалы Миялы қаласы болса, Миялыда қай тілде сөйлейді, туып өскен жерде, елді мекендерде. Енді Атырау облысында мен болған жерлерде барлық жерде қазақ тілінде сөйлейді деп ойлаймын. Енді басқа тілде сөйлейтінін мен көрген жоқ, сондықтан басқа жауаптар болмаса, онда келесі сұрақ қойдық. Немесе чатқа да жазуыңызға болады. Чатта да бізге әріптестер қосылды, жаңа Сержан деген жігіт жазды. Миялыдан. Енді қосылды. Сіз өзіңізді таныстырып өтсеңіз, Мержан, егер енді қосылып жатсаңыз болады. Онда келесі сұраққа өтейік. Алдағы уақытта қай тілді үйренгіңіз келеді және үйреніп жатырсыз? Және не үшін үйреніп жатырсыз? Неліктен бұл сізге не береді деген сұрақ. Қандай тілдерді үйреніп жатырсыз? Немесе
үйренгіңіз келеді алдағы уақытта? Кім жауап береді? Кім жауап берсін келеді? Мен жауап берейін. Да. Қазіргі уақытта мен жалпы қалай айтсам болады, орыс тілін үйреніп жатырмын. Себебі орыс тілі маған дұрыс жазу, былай сөйлеп білгенмен, дұрыс грамматикасымен дұрыс жазу, письмо ретінде жазу деген сияқты соларды үйреніп жатырмын. Себебі ол мен қазіргі жұмысыма қажет. Себебі көп білімнің бәрі, жобаның бәрі орысша келеді. Соның басы қасында жүрген уақытта орысша білген ыңғайлырақ болады да. Себебі жұмыс жасау барысында қиындық тумайды. Сол үшін үйреніп жатырмын. Екіншіден мен жалпы бастап үйрендім, бірақ қазір қолым босамай жүр. Араб тілін үйренуді мен алфавитінен бастап үйреніп, сөздерді қосып үйрендім. Ол маған өзімнің діни көзқарасымда, жалпы осы айтқанда діни көзқарасымды нығайту мақсатында, сол мақсатта мен бір жағынан араб тілі ұнайды өзіме, екінші жағынан сол манағы Құранды арабша оқығым келеді, сол себептен бастап үйрендім осы екі тілді әзірше. Бірақ алдағы уақытта да мүмкіндік болып жатса, мен басқа да тілдерді меңгергім келеді. Жақсы, рахмет. Тағы да кім жауап бергісі келеді? Мүмкін Сержан жауап бергісі келе ме? Ерқанат деген жігіт бар. Даниса Мөлдір деген қатысушымыз қосылды. Қанекей, кішкене белсендірек осы сұраққа жауап берсеңіздер. Қандай тілдерді үйренгіңіз келеді? Немесе үйреніп жатырсыз? Тілекші Бейсенбай. Жаңа қосылдыңыз, иә? Тілекші, сіз бізбенсіз ба? Иә, тыңдап тұрмын. Тілекші, тыңдама, сөйле сен. Тілекші, мен сізді танимын. Сіз Махамбет ауданы ауылдың аты Махамбеттің өзінен, иә? Әлде басқа ауылынан? Иә, тілекші Махамбеттен. Қазір осы мұғалім. Тілекші, өзіңіз сөйлесеңіз. Апай, мен жанымда мұғалім бар. Дохар деген Құлсарынікі, сол кісі ойын білгісі келеді. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз ба? Иә, айта қойыңыз, таныстырсаңыз өзіңізді. Мен Тілепбергенова Гаухар, Жылай ауданына Қосшағыл ауылынанмын. Қазір Атырау қаласында жұмыс істеймін, частный мектепте. Жасыңыз нешеде? Қазіргі уақытта жасым 27-те. Қазіргі тәксіз алдағы уақытта қай тілді үйренгіңіз келеді дейді, немесе үйреніп жатырсыз, дұрыс па? Иә. Қазіргі уақытта мен араб тілін және ағылшын тілін оқып жатырмын. Осы жақыннан бастап түрік тілін бастадым. Неліктен болған кезде ол біздің жаңағы әлемдік жаңалықтарды оқу үшін, немесе мысалы шетелде білімімізді ары қарай дамыту үшін оқып жатырмын деп ойлаймын. Өйткені мысалы ертеңгі күні магистратураға тапсыратын болсақ, бізден ағылшын тілін сұрайды ғой. Сондықтан да мен қазір ағылшын тілін жалғастырып жатырмын. Одан кейін араб тілі, ол да маған жаңа бір кісі айтып кетті, маған арабшаны Құранды тікелей оқыған ұнайды, сондықтан да мен оны оқып жатырмын. Бұл сізге не берді? Яғни ол менің ары қарай дамуыма, мысалы, не то, что қазақ тілінің материалдары, дұрыс па, шетелдің ғылыми зерттеулерін оқуға маған мүмкіндік береді. Мен сол үшін сондай нәрселерді оқып жатырмын. Кешіріңіз, есімізді ұмытып кеттім. Сіз қай жақтан, қай қаладан боласыз? Атыраудансыз ғой, ал туып өскен жеріңіз қай жер? Құлсары. Құлсардан, Қосшағыл, да? Жақсы, рахмет. Тілекші, сіз де айтып өтесіз бе өзіңіз туралы? Өзім туралы қай тілді үйреніп жатқанымда. Мен жаңа Алтош апайдың несіне дәл келеді. Орыс тілін үйреніп жатырмын. Орысша өзімнің ойымды жақсы жеткізу үшін, орысша ортада жақсы араласу үшін, және орысша әдебиеттерді сол тілде
оқу үшін аудармасын емес, қазақша сол жазылған тілде оқу үшін, өзімді дамыту үшін, жаңа Гаухар апай айтқан сияқты. Тілекші, мен қателеспесем, сіз химия пәнінің мұғалімісіз. Біраз Алматы қаласында оқыдыңыз, иә? Жоғарғы оқу орнында. Сол кезде Алматыда тұрдыңыз, сол кезде осы тілге байланысты қандай пікірлеріңіз бар? Енді Алматы қаласын білеміз, бұл кішкене Атыраудан ерекшелеу ғой. Алматыда бәрі қазақша болды. Мен ол кезде тілдің көп несі болған жоқ мен үшін. Бірақ жұмысқа кірген кезде, мен EJS деген компанияға кіргем ең басында келген кезде. Ол кезде бастықтарымның барлығы менен үлкен должностағы адамдардың барлығы орысша сөйлейтін болды. Олар қазақша мүлдем түсінбейді. Сол маған қиындық келтірді. Сол кезден бастап үйрендім, қазір де жалғастырып жатырмын орысша үйренуді. Қазір толық жасыңыз қаншада, Тілекші, сіздің? 25-те. Жақсы, рахмет сізге. Өте қуаныштымыз. Тағы да әріптестер, егер де басқа тілдерде үйреніп жатсаңыздар, айтуыңызға болады. Мен мына жерде чаттағы қайырлы күн, есімім Мадина, жылой ауданының тұрғынымын. Неге айфон деп кеткенін білмей отырмын атынан. Я өзінің атыңызды өзгертуге болады ол жерде. Ерқанат, саламатсыздар ма? Мен Ерқанат, Атырау облысының боламын. Бізде Атырауда бәрі таза қазақша сөйлейді деп айта алмаймын. Бірақ өзім қазақша сөйлеп, кей кезде керек болғанда орысша қосып сөйлеймін. Мен де орысша жетік меңгергім келеді. Жақсы, енді сізге егер Атырау қаласы қай жерде болған кезде, мысалы орыс тілінде сұрақ қойса, сіз оны қай тілде жауап беруге тырысасыз? Яғни қай тілде сол сұраққа жауап берсеңіздер, кім? Венера, Айкүріш, Ақберен, Мөлдір. Мен қазіргі таңда ағылшын тілін меңгеріп жатырмын. Толық айтқанда ағылшын тілін үйреніп жатырмын. Advanced. Ол маған алдағы уақытта мамандығыма сай керек болады. Және көп ақпарат алуға өте септігін тигізеді. Жақсы, рахмет. Енді біз келесі сұраққа өтейік. Онда сұраққа жауап беруге чат арқылы тағы айтамын. Сіз өзіңіздің балаңызды қай тілде білім алғанын қалайсыз? Енді болашақта. Мен өзім баламның үш тілде де білім алған қалаймын. Қазақша, орысша, ағылшынша. Себебі ол жерде қазақ тілін ол күнделікті енді үйде қолданып жүргендіктен жақсы біледі, бірақ та болашағы үшін, яғни ол ешқандай кедергі болмай, болашақта жақсы жұмыс тауып, жақсы өзінің адамдармен қарым-қатынасын нығайту үшін ол орыс тілінде де, ағылшын тілінде де жақсы меңгерсе екен дейміз. Жақсы, рахмет. Бірақ та біз білеміз, бізде орыс мектептер бар, қазақ мектептер бар, иә? Ағылшын тілі мектептер мүмкіндік бар ма ондай Атырауда? Ағылшында ондай тек дарын сосын Назарбаевский школа солар болмаса, былай қарапайым мектептер не орыс тілінде, не қазақ тілінде ғой. Осы тұрғыда сіз қай енді мектепке бергіңіз қалайсыз? Қазақ тілінде әрине, қазақ тілінде білім алған қалаймын, себебі айтады ғой, бір тілді жетік меңгерсе, басқа тілді қосымша меңгере алады. Себебі қазір мен оны орыс тіліне беретін болсам, орысшаны да жақсы меңгеру мүмкін, бірақ та шала қазақ болып шыға ма деп қорқамда. Орысшаны да қазақшаны да дұрыс екеуін 50-де 50 дейді ғой, былай айтқанда. Жетік меңгермей, лучше ана тілін толық меңгерсін, жақсы сөйлей алатындай, грамматикасында барлық жағынан жақсы, сосын орыс тілін, ағылшын тілін қосымша меңгерсе екен. Жақсы, рахмет. Тағы да кімде қандай пікірлер болады? Мен айтсам бола ма? Иә,
мен өзім мұғаліммін и орыс класстарына сабақ беремін. Мен өзім баламды қазақ мектебіне беруші едім, қазақшаға беруші едім. Өйткені олар қазіргі балалар жаңағы садикке бару арқылы, қазір неше түрлі ютубтағы мультфильмдерді көру арқылы орысшаны да ағылшыншаны да меңгеріп кетіп жатыр да, оңай меңгеріп кетіп жатыр. Сондықтан да ең бірінші ол өзінің туған тілін жетік меңгеру керек, ал қалған тілдерді ол өзі қосымша алып жүре алады. Қазір өйткені заман, қазір балалары Z поколение қазір келе жатқан, олар өте ақылды да. И сондықтан да меніңше ол үйде де, мектепте де ол өзінің кәдімгі туған тілінде сөйлесу керек деп ойлаймын. Ал қалғанын ол өзінің туған тілін білсе, ол жаңа грамматикасын білсе, қалған тілдерді егер ол өте оңай. Жақсы. Рахмет. Так, Ерхан жазыпты. Адами қасиеттерді қосып, мені келесі партнерімді мейлінше оған ыңғайлы болу үшін жағдай жасаймын, яғни орыс болса орысша жауап беремін. Жақсы, рахмет пікіріңізге. Так, сұрақ: балаңызды қай тілде білім алғанын қалайсыз? Тағы да жауаптар бола ма? Ер адамдардан тағы да осы сұраққа жауап берсе, Азамат, Сержан, Қайыржан, Ерғанат. Жалпы енді біріншіден қазақ тіліне беремін. Бұл баланың ең бірінші мемлекет өзінің ана тілінде сөйлеген абзал. Бірақ қазіргі таңда көп байқаймын, жас бүлдіршін балдар YouTube каналдар арқылы көбіне орысша мультфильм көріп, орысша тілді қазіргі таңда бірге еркін алып жүр. 1-2 жастан бастап уже орыс тілін үйреніп жүр ол балдар. Маған одан кейін міндетті түрде балама үйрететін тіл бұл араб тілі. Ең жақсы, өз үшін қайырлы тіл осы. Қазақ, орыс тілін ол бала қазіргі таңда өзі біледі. Негізгі үйрету керек қазақ тілі, сосын араб тілі өзіне. Рахмет. Жақсы. Так, тағы да кім жауап береді? Егер болмаса, онда келесі сұраққа өтейік. Бізде кейбір ата-аналар орыс тіліне беріп жатады, себебі өздері орыс тіліне қиындық көргендіктен балам қиындық көрмесін деп орыс тіліне беріп жатады біздерде. Оны дұрыс емес деп айта алмаймын. Дегенмен де қазақ тілін үйренген жақсы, себебі бірінші бәрібір қалай болғанда да қазіргі таңда біздер орысша жауап берсек те біз қазақша ойлап тұрамыз да, сөйлемді құрастырғанда да қазақша структурасын қазақшаға құрастырып қоямыз, оны өзімнен байқаймын. Қазақ тілі арқылы мен ойлаймын, қазақтың ұлттық құндылықтары бірге дариды деп. Қазақтың бәрібір патриоттық сезім, меніңше ол қазақ тілімен көбірек даритын сияқты балаға. Сол себептен қазақ тілін қолдаймын өзім. Сіз ұлттық сана, ұлттық құндылықтар, яғни тіл ол бөлек, тіл ол жағына инструмент қой, яғни келген тілді үйреніп, оны сөйлеуге болады, бірақ ішкі дүниесі бөлек қой, сол тұрғысынан қарағанда сізбен келісемін. Ақпаратты қай тілде оқисыз? Жаңалықтарды, телевидение, радио, интернет, ютуб, кітап, оқулықтар, басқа материалдарды. Жеке өзіңізге сұрақ. Жауап бере беріңіз. Мен жауап берейінші осыған. Мен ақпараттарды екі тілде оқимын, жаңалықтарды екі тілде қараймын. Бірақ та көбіне ютубтардағы кейбір ақпараттар керек болса, орыс тілінде қараймын, себебі орыс тілінде кішкене анығырақ болатын сияқты. Кітапты мен көп жағдайда орыс тілінде оқимын. Барлық материалдарды енді қай тілде маған келеді, сол тілде оқи бересің, қазақ тілінде де, орыс тілінде де. Бірақ та мен кітапты именно мен қазіргі таңда үйдегі кітабымның 80% орыс тілінде. Себебі орыс тілінде материал маған айтады ғой, оригинал дейді ғой, былай айтқанда түп нұсқасымен келетін сияқты. Қазақшаға аударғанда мағынасы өзгеріп кетеді. Себебі мен қазақша кітапты оқыдым, орысша кітапты оқыдым, дәл соның қазақша аудармасын оқыдым ғой. Мен қазақшасынан басқаша түсіндім, орысшасынан басқаша түсіндім. Сол себептен мен көп жағдайда орыс тілінде оқуға тырысамын.
бұл жерде түпнұсқаға да сүйенесіз. Жақсы, рахмет. Тағы да қандай жауаптар болады? Сіздер жаңалықтарды қай тілде оқисыз? Немесе тыңдайсыз, қарайсыз, телевидениедан, ютубтан, кітаптарды оқисыз? Бізде Айкүріш сөйленеді, Ақмоншақ. Айдар, мен айта берейінші, ассалаумағалейкум. Иә, айта. Қайырлы күн, мен мына осы тақырып бойынша, осы сұрақ бойынша жауап беріп кетейін. Жалпы біздер жаңалықтарды, жалпы қазіргі таңда қазақ тілінен де жақсы айтып, жақсы не істейді ғой, көреміз оны. Енді мына интернетке, ютубқа келетін болсақ, қазақ тілінен де қазіргі таңда ютубтағы жаңағы әртүрлі тақырыптағы нелер дамып келе жатыр. Бірақ енді көбінесе интернетті, жаңағы сайттарды біздер орыс тілінен қараймыз, өйткені қазақ тілінен аударымы өте қиын. Жаңағыдай оқылуы қиын, дұрыс. Бір түсініксіздеу кішкене. Ал оқулықтарда біздер қазір көбінесе орыстың нелерін оқимыз. Орыс тіліндегі кітаптар. Осы туралы айтқым келеді жалпы. Сержан, сіз Миялдансыз, иә? Иә, Айдар, Миялдамын. Жасыңыз нешеде? Мен жасым 30-дан астым мен. Жақсы. Рахмет. Пікіріңізге рахмет. Тағы да жауаптар болса, барлықтарыңыз егер осымен келіссеңіз, біз келесі сұраққа өтейік. Егер басқа пікірлер болса, чатқа да жазуға болады. Әлеуметтік желілерде қай тілді блогерлерді оқисыз? Немесе танымал блогерлерді, оқып жатқан блогерлерді атаңыздар, кімді оқисыздар? Яғни әлеуметтік желілер көбінесе қайда отырасыздар? Инстаграм, Фейсбук, ТикТок, қазіргі атырау жастар қайда? Қазақ тілдерді оқимын. Қазақ тілдерді оқимын, бірақ та қазір кейбір енді бар, бір-екі бар, көп 80% қазақ тілінде оқимын, бірақ та бар бір-екі Қазақстанда бір орысша жүргізетін, өздерінің блогтарын орысша жүргізетін блогерлер бар, оларды оқимын. Мысалы, Мамаситаны қараймын, сосын Сека Вайнер, солар ұнайды маған, сосын Сабина бар ғой, келін, соны қараймын. Сол үшеуі орыс тілінде жүргізеді, ал қалғандары қазақ тілінде жүргізеді. Екі тілде де. Ақберен Қыдырбаев деп жазды. Қыдырбаев қай тілде жүргізеді? Қазақ тілінде ғой, қателеспесем. Так. Иә, қазақша контент. Жақсы, тағы да қандай блогерлерді оқисыз? Қай тілде блогерлерді жиі қарайсыз, оқисыз? Сол туралы айтып өтсеңіздер. Сөйлемеген әріптестерден сұрайды тағы да. Ақмоншақ. Сөйлеңіздер, егер жазыңыздар. Айкүріш, Мөлдір. Венера. Ерғана жақсы бір пікір жазды чатта. Біз әрине пайдаланамыз. Оны оқымай қояйын. Жақсы, онда басқа жауаптар болмаса, онда келесі сұраққа көшейік. Сіз үшін өмірде ең маңызды не болып табылады? Ең маңызды осы өмірде сіз үшін. Бұл бірнеше нәрсе болуы мүмкін. Бірақ ретімен айтсаңыздар. Айтар, бұл сонда тілге байланысты айтып жатқан не ма? Жоқ, бұл жалпы сұрақ. Жалпы сұрақ па? Иә, сіз үшін өмірде ең маңызды нәрсе не? Мен жауап беріп кетейінші. Иә. Мен үшін өмірдегі ең маңызды нәрсе өзіңнің отбасында ең жақын адамдардың жаныңда тірі болған сәті. Ең маңыздысы осы. Солардың алдында қызмет қылып қалсаң тірі кезінде, сол болды. Басқасы алаңдайтын нәрсе емес. Жақсы, рахмет. Тағы да қандай пікір айтасыздар?
ойланып көрдік. Бізде чатта Ерғанат жазып, ең алдымен иман дегім келеді. Иманы мықты болса, басқа маңызды нәрселер өз орнымен келеді деп ойлаймын. Ең маңызды деген ол қиын сұрақ болғанда былай адамды тереңірек ойландыратын сұрақтың бірі. Мен ойлаймын, біздің мына жерде достарымыз ойланып жауап береді деп чатқа жазуға болады. Өмірде ең маңызды нәрсе ол адамгершілік, адамдардың иманды болуы, бір-біріне көмектесуі, және өзіңнің және өзіңнің айналаңдағы достарың мен жақындарыңның осы дүниеден иманды болып өтуі ең маңызды нәрсе осы. Мен ойымша. Жақсы, рахмет. Тағы да жауаптар бола ма? Осыған қарсы кім қалай жауап береді? Иман деген бұл... Ақмоншақ, Мөлдір, Азамат, Ақберен. Ол дін тұрғысынан айтып жатсыз, иә? Әлде бұл басқа нәрсе ме? Так, Ақберен жазып, маңызды карьера отбасы дейді. Ең бірінші карьера сосын отбасы, иә? Әлде керісінше ме? Так, жақсы онда. Келесі сұрақ өтейік. Дінге сенесіз бе, және өзіңізді қай дінге жатқызасыз, және діни ақпаратты қай тілде қабылдайсыз? Иә, дінге сенем, ислам, мұсылманмын. Діни ақпараттарды қазақ тілінде көп жағдайда мынадай уағыздар, нелерді қазақ тілінде тыңдаймын. Кітаптарда бәрде қазір қазақша аудармалары бар, жақсы. Солардың бәрін қазақша оқимын. Жақсы. Тағы да кім жауап береді? Азамат, Ерғанат, Ақмоншақ, Венера. Сіздер азайып жатқан сияқтымыз, иә? Бұл жерде ең маңызды сұрақ, діни ақпаратты қай тілде қабылдайсыз, яғни барлығымыз дінге сенеміз деп ойлаймын. Өзімізді дәстүрлі ислам дініне жатқызамыз. Бұл жерде діни ақпаратты қай тілде қабылдайсыз, яғни барлығымыз айтылған пікірлерге келісеміз, иә? Кім жауап бергісі келеді? Ерқанат, дінге сенемін, мұсылманмын, өзім намаз оқимын, ханафи мазхабы бойынша діни ақпаратты әрине қазақ тілінде қабылдаймын. Жақсы, түсінікті, рахмет. Онда келесі сұраққа көшейік. Қазіргі елдегі сіз тұратын аймақта, облыста, қала мен елді мекенде тілдік жағдайды қалай сипаттайсыз? Елдегі жүргізіп жатқан тіл саясатының көзқарасыңыз қандай? Кім жауап бере алады? Қайыржан. Қазіргі таңда бізде тіл мәселесі бойынша ондай қатты мәселе жоқ негізінде, себебі бізде батыста көбі қазақ тілінде сөйлейді. Біздің тұратын аймақта, облыста да көп жағдайда қазақ тілінде сөйлейді. Қалада да, біздің Құлсарда да, енді пайызын білмеймін, бірақ та өзім айналамда көп адамдар қазақша тілінде сөйлейді. Елдегі саясаты барынша бірінші тұрсын естілмей жатырсыздар. Көп жағдайда қазір естіліп тұр ма?
жағдайда қазақ тілі үш тілді болсын деп мысалға кәсіпкерлер талап қояды да, мысалға қандай да бір ақпарат немесе манағы тақтайшалар барлығы жазылып тұрса, бірінші қазақ тілінде жаздыртуға оларға талап қойып жатыр, иә. Дегенмен де олар өздері қазақ тілінде талап қойған не керек? Біздің мына мемлекеттік тілді қолдану барысында көп жағдайларда орыс тілінде письмо келеді. Енді аудан тұрғысында хаттар алмасу қазақ тілінде жүреді, бірақ та республикалық бір письмо келетін болса, республика деңгейінде олар міндетті түрде орыс тілінде келеді, мемлекеттік не бойынша. Және орыс тілінде жауап беруге өздері талап етеді. Мен осы жағдай маған ұнамайды. Әрине бұл тікелей маған қатысты емес, бірақ та өзім айналамда мана осы мемлекет саласында мемлекеттік қызметкерлер бар, соларды мен көремін. Бірақ та облыс деңгейінде қазақ тілінде, көп жағдайда қазақ тілінде жүргізіледі іс қағаздар, ал республикалық деңгейдегі маған іс қағаз жүргізу ұнамайды. Өздері сол талапқа сай емес деп ойлаймын. Өз көзқарасым. Жақсы, рахмет. Басқа пікірлер болмаса, жалпы чатта жазып көріп жатырмын. Ерқанаттың жауаптарын. Рахмет сізге, Ерқанат, пікіріңізге. Әрине мен оны оқымай қояйын. Енді оны әрине пайдаланамын. Бізге тілге деген көп қысымшылық жоқ. Әркім өзі еркін қалаған тіл сөйлейді. Негізінен қазақша көбірек сөйлейді. Қалалық жерлерде қоғамдағы арасында орысша сөйлейтіндер кездеседі. Я сізбен толықтай кездессем, бұл Атырау облысы жағдайында жағдай сипаттадыңыз. Келесі сұрақ, жағдайға ең бірінші кезекте қандай факторлар әсер етеді? Қандай себептер? Яғни сіздің ойыңызша бұл мүмкін жалпы халық саны, мысалы Атырауда бұл қазақтардың көп болғанымен қазақ тілі жарысы орыс тілі тұрса, әрине орыс тілі мүмкін себеп болар еді, иә. Мүмкін басқа да себептер бар шығар сіздің ойыңызша. Егер осы сұраққа жауаптарыңыз болса, айтуыңызға болады, немесе чатқа да жазуға болады. Так, бұл қай жағынан мысалы себеп болады? Не үшін көбірек қазақ тілінде сөйлейді деген ба? Иә, мүмкін бұл бірінші факторлар бар ғой, экономикалық нарық факторы, иә, мысалы сауда кезінде, мысалы сауда айналым, саяси фактор да болады, мысалы бұл көрші елдердің, басқа елдердің ықпалы сияқты мәдени, тарихи факторлар, енді көп факторлар, көп себептер. Осыған қатысты біз енді бұл жерде Атырау облысы бойынша жалпы мен түсінгенім жағдай түсінікті. Қазақтар басым болғанымен ол жерде қазақи орта, сондықтан тілдік жағдай демографиялық тұрғысынан, этнодемографиялық тұрғысынан көпшілік өзінің тілімен сөйлеп жатыр. Басқа өңірлерге салыстырғанда, иә, Қазақстан. Жақсы, онда егер жауаптар болмаса, келесі сұраққа өтейік деп ойлаймын. Қазақстанда тілді немесе оның үйренушісін құрметтемеу салдарынан әлеуметтік этносаралық жанжал туындауы мүмкін бе? Ол қандай тілдер арасында болуы мүмкін? Біз қазір жалпы Қазақстан бойынша айтып жатырмыз, және де Атырау облысы туралы да айтуға болады. Біздің қатысушылар белсенді болмай жатыр, өкінішке орай. Білмеймін қандай себептен, мүмкін біз барлығы қазір. Достар, сөйлеп отырсаңыздар, бізді тыңдап отырсыздар ма, әлде қосып қойып кетіп қалдыңыздар ма? Осы жерде болсаңыздар, хотя бы сөйлеп, немесе чатқа жазып қойсаңыздар. Жауап жоқ болса, жауап жоқ деп жазыңыздар. Қазақ тілінде немесе оның үйренушісін құрметтеу салдарынан әлеуметтік немесе этносаралық жанжал туындауы мүмкін бе? Ол қандай тілдер? Жалпы біздер дейтін енді
кейбір уақыттарда біздерде де болады. Әсіресе оны мен байқайтыным, бізде жоба жүргізуге, мысалы Алматыдан, Астанадан мысалға бір ұйымның жұмысшылары келіп, мысалға түсінік жұмыстарын жүргізген уақытта орыс тілінде жүргізеді көбіне. Сол кезде біздің қатысушылардың барлығы айтатыны, біз түсінбейміз, тыңдамаймыз деп сондай нәрселер көрсетіп жатады. Бір жағынан шынымен түсінбейтін адамдар бар. Сол себептен қазір соңғы уақытта ол ұйымдардан арнайы қазақ тілді мамандарды алып келуге тырысып жатырады. Енді былай айтқанда қарапайым халықтың арасында ондай мәселе жоқ. Дегенмен сондай манадай бір жоба жүргізу барысында немесе мына жиналыстарда орыс тілді адам келсе, біздерде оны тыңдамайды. Сондай мәселелер бар. Сосын бір кездері болған, бізде бір тренер келді, бизнес тренер. Ол орыс тілінде жүргізіп бастағанда уже бізде Құлсарының өзінен халықтар тыңдамай ұрысып, тренердің өзінен, қазақ бала, бірақ та дегенмен де ұрысып тастаған кез болды. Осыдан бірнеше жыл бұрын, бір 6-7 жыл бұрында. Одан кейін ол қазақ тілін үйреніп, келесі жылы қайтадан тренинг өткізуге келген болатын. Сол кезде айтқан манағыдай бізде қызу қанды батыс жақта анадай жүзім бар, бетім бар демейді, айтып тастайды, тыңдамайды деген сияқты сондай мәселелер бар. Енді оны жанжал деп айтуға болмайды, көңіл толмаушылық деп айтсақ па. Бұл жалпы позиция, адамдардың позициясы, иә? Бізде Қайыржан айтып жатыр да, мен орыс тілімен қай жерде жүрсем де мен қазақ тілінде сөйлеймін деген сияқты. Бізде ондай жастар бар. Мен қазақ тілінде ғана сөйлеймін, түсіне ме түсінбей ме өз мәселесі, мен Қазақстанда жүрмін деген сияқты ондай позиция бар. Позициясын ұстанатындар бар ғой, қанша? Бар, ондай позицияны ұстанатын жастар да бар. Біздерде қай тілде болса да, орыс тілінде де сөйлей береді, қазақ тілінде сөйлей береді, ондайға көп мән бермейді. Мен өзім ондайға көп негізі мән бермеймін. Наоборот, мен айтады ғой, мынадай көп тілді білген жақсы деп, сол себептен тырысып бағам. Жақсы, рахмет. Басқа әріптестер, сіздерде де осы сұрақтарға жауап беруге сұраймын. Іс-қағаздарды жүргізу тілі бойынша қалай сипаттайсыз? Атырау облысы негізі іс-қағаздар жалпы құжат айналымы қай тілде жүріп жатыр негізі? Көп жағдайда қазақ тілінде жүргізіледі. Бірақ та егер ол хат орыс тілінде келсе, оған орыс тілінде жауап беруге тырысады. Облыстың ішінде көп жағдайда қазақ тілінде жүргізіледі. Аудандық деңгейде де мысалы іс-қағаздардың көбі қазақ тілінде жүргізіледі. Жақсы. Онда келесі сұрақ. Жоғары оқу орындарда жалпы білім беру жүйесінде осы тілдердің дамуына қатысты қандай мәселелер бар деп ойлайсыз? Енді әсіресе бұл студенттерге жаңа айтылған мәселе бойынша кітап оқулықтар бойынша, материалдар бойынша бұл түсінікті. Басқа қандай мәселелер бар сіздің ойыңызша? Жоғары оқу орындарында енді қазіргі таңда орыс группасы, қазақ группасы деп бөлінеді ғой. Сол себептен ондай қатты мәселе бар деп ойламаймын. Себебі орыс тілі ыңғайлы жастар болса, орыс тілінде группаға оқи алады. Қазақ тілінде ыңғайлы жастар қазақ тілінде. Бірақ та дегенмен көп мектеп, енді Жылой ауданында мектептерден байқайтын орыс тілді мұғалімнің жетіспеушілігі бар бізде. Мектептер бар, бірақ та орыс мектептері қазір бізде орыс класстары азайып жатыр, себебі бізде орыс тіліндегі мамандар жетіспеушілігіне байланысты. Ал жоғары оқу орындарында мен білмейді екенмін қандай мәселе бар екен, бірақ та естіген жоқпын ондай мәселе барлығы туралы. Так, бізде Сержан, Ерғанат, Қайыржан, Венера қалды, Ақмоншақ қалды. Айдарымызда егерде нететін болса, оны демалыс күндерге ұйымдастырып қарасақ, тағы да студенттер тартырып қарайын.
себебі қазір көбінде экзамен екен, сол себептен қосыла алмады бүгіндікке. Венера сөйлегісі келіп жатыр. Бізде жоғары оқу орнында қазақша өтеді. Қазақша дамуында бізде тренингтер болады университеттің ішінде. Жалпы солай, ондай көп ақпарат айта алмаймын. Жақсы, рахмет сізге сонда да пікіріңізге. Так, онда біз мынандай бір сұраққа өтейік. Қазақ әліпбиінің латын графикасына көшу бастамасына көзқарасыңыз қандай? Қолдайсыз ба, қолдамайсыз ба? Неліктен, қандай мәселе бар, қысқаша болса осыған жауап берсеңіз. Негізінде мен қолдамаймын. Латын әрпіне көшу деген. Бірақ дегенмен арнайы бір жоғары жақта отырған адамдардың бір себебі бар шығар деп ойлаймын оған көшудің. Біріншіден қолдамайтын себебім, оған мемлекеттік қаржыдан өте көп қаржы бөлінеді. Өте көп. Оған кеткен ақша басқа салаға жіберген жақсы шығар деп ойлаймын. Екіншіден, ол бірнеше жылды талап етеді, яғни адаптация қиын өтеді оған. Себебі бұрыннан әріп білетін, енді үлкендерге жақсы, орта жастағы жастар үйреніп кетерді, үлкен кісілерге қиын болады. Сосын жаңадан әріпті осы қазіргі әріппен үйреніп кеткен бірінші, екінші, үшінші сыныптың балаларына қиын болады. Себебі оларға екі жұмыста, олар оны меңгеріп енді жазып жатырмын деген уақытта латын әрпі келіп тұрса, оны қайтадан меңгеруге тура келеді. Ол баланың, мысалға айтқанда, білім деңгейіне кері әсер етеді деп ойлаймын. Яғни бір поколение полный білім деңгейіне кері әсер ете ма деп қорқамын олардың. Сол себептен адаптация қиын өтетін сияқты. Ол адаптация 10 жылды талап етеді. Жақсы. Сол деңгейде түсіп кетуі мүмкін. Қайыржан, Сержан. Мен айта кетсем, мен латын әліппесіне көшуді қолдаймын. Біріншіден, біз қазір оқып келе жатқанымыз, ол кириллица, орыс кезінде бізге келген, оның алдында біздің өзіміздің тіл болған, өзіміздің әліпби. Енді қазір сол әліпбиге қайта көшу жүргізіліп жатыр. Біріншіден, сол кириллицаны алып тастағанын мен қолдаймын. Екіншіден, латын әліпбиінің жазуы да өте әдемі көрінеді, және ағылшын тіліне әріптер ұқсас, тек өзіміздің деген әріптерді ғана кішкене толықтырады. Жалпы бұлай қолдаймын. Жақсы, рахмет. Қайыржан, Сержан, сіздер қалай ойлайсыздар? Ерғанат жазды. Латынша жазып үйреніп қалған сол, себебі менің жасымдағы жастарға оңай болатын еді. Түсінгенімше, Ерқанат латын қарпіне қолдайды, жалпы меніңше бұл жақсы нәрсе шыққан шығындарды есептемегенде. Енді шығындар әрқашанда болады. Жақсы, енді басқа пікір болмаса, үштілділік деген реформа білесіздер, 16 жылдан бастап енгізіле басталды. Үштілді мектептерде осыған қатысты көзқарасыңыз қандай? Қолдайсыз ба үштілділікті, әлде қолдамайсыз ба? Ақмоншақ? Үштілдікті да қолдаймыз негізінде. Мен өзім қолдаймын, себебі бұл халықаралық деңгейде қарым-қатынасты жақсартады деп ойлаймын. Жалпы білім адамның өзінің өмірдегі даму сатысын жақсартады деп ойлаймын. Сол себептен үштілдікті қолдаймын. Чатта бізде Ерқанат жазды, Венера жазды, қолдаймын деп. Үштілдікті қолдайсыз, Ерқанат жаңа айтқандай, мен қолдаймын. Негізінен бала кішкене кезінен өз тілін жетіп меңгеріп алу қажет деп ойлаймын. Қолдамаймын дедіңіз. Жақсы. Яғни сіз үштілдікті қолдамайсыз. Біріншіден, сіздің ойынша бала өзінің тілін, ана тілін жетіп меңгергеннен кейін, ал сіздің ойынша бұл қай жастан, қай мектептен, қай сыныптан бастап баланы үш тілге алуға болады деп ойлайсыз? Сол туралы айтып өтсеңіз жақсы болады. Басқа әріптестерге пікірлеріңіз болмаса, осы үштілдікке, көптілдікке қатысты
менде жалпы онда сұрақтар аяқталды. Енді жалпы көптеген нәрселер айтылған сияқты. Сіздерге қатысқандарыңыз үшін рахмет. Өте пайдалы болды деп ойлаймын. Сондықтан сіздерге сау болыңыз деймін. Келесі кездескенше рахмет дейміз. Так. Ерқанат, меніңше 6-7 сыныптан бастап оқыса жақсы болатын еді. Негізінен баланың қызығушылығы осы жастан оянады деп ойлаймын. Керемет, рахмет Ерқанат сізге. Белсенді болғаныңызға, чатта болса да көп пікіріңізді ескергеніңіз. Басқа нелер болса да чатқа да қосып жазуыңызға болады. Осымен біз аяқтайық. Сіздерге рахмет. Айдар мырза, сізге де рахмет. Біз енді өкінішке орай көп жастар белсенді болмай қалды дегенмен. Бұл форматына байланысты әртүрлі себептер бар, сондықтан ойланыстыруымыз керек. Тағы да қалай өткізуге де болады, ыңғайлы. Сондықтан қатысқандарға барлықтарыңызға рахмет. Сержан, Ерқанат, Қайыржанға, Венера ханымға сізге сәттілік тілейміз. Сау болыңыздар. Келе жатқан наурыз мейрамы құтты болсын. Және батыстағы, барша Қазақстандағы амал мерекесі көрісу күні құтты болсын дейік. Сау болыңыздар. Сіздерге де рахмет, сау болыңыздар. Айдар мырза, ондай сөйлей манкимен бар ғой, сөйтіп жасап опросник сияқты қылып жіберсе бүйтіп онлайн барлығы басып отыратын. Сілтемемен жіберетін қылып. Бұл әрине ол міндетті түрде болады, бірақ қазір